Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Математика сабағына қош келіпсіздер. Мен бастауыш сынып мұғалімі Нұржанова Науат Үркімбай қызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қосу амалына берілген есептер. Бүгінгі сабақтың мақсаты сәйкестік пен ақиқатты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығарып үйренесіңдер. Екінші, есепті шығару үшін сызбаны таңдай аласың. Білім алушылар, логикалық тапсырмаларды орындау арқылы кімнің тапқыр екенін байқап көрейікші. 2 тиын 2 жаңғақты 2 минутта жесе, 10 тиын 10 жаңғақты неше минутта жейді? Ойланып көрейікші. Өз нұсқаңды тексер. 10 тиын 10 жаңғақты 10 минутта жейді екен. Жарайсыңдар білім алушылар. Ендеше балалар, оқулымыздағы тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада сендер қайсы есеп, қайсы есеп емес екенін табатын боласыңдар. Ол үшін ең алдымен мәтін есепті құрайтын шартын есімізге түсіріп алайық. Берілгені қысқаша шарты немесе модельдік сызбасы, сұрағы, шешуі, жауабы болады. Мына мәтін есепке назар аударайық. Олардың қайсы есеп болып табылады? Неге? Марат қысқы демалыс күнін орманда өткізді. Ол демалыстан табиғат көрінісінің 14 фотосуреті мен орман жануарының 5 фотосуретін әкелді. Марат демалыстан көңілді оралды. Қалай ойлайсыңдар білім алушылар? Бұл есеп бола ала ма? Әрине, есеп бола алмайды, себебі оның сұрағы жоқ. Жарайсыңдар. Келесі мәтін есеп. Марат қысқы демалыс күнін орманда өткізді. Ол демалыстан табиғат көрінісінің 14 фотосуреті мен орман жануарының 5 фотосуретін әкелді. Марат демалыс күні қанша фотосурет түсірді? Есепті шығар, белгісіз бүтін санды қалай таптың? Бұл тапсырмада есептің берілген сұрағы бар, ендеше есеп бола алады екен. Бұдан шығатын қорытынды белгісіз бүтінді табу үшін оның бөліктерін қосу керек. Ал қанекей, шығарып көр тапсырмасын орындау арқылы білімімізді шыңдайық. Есепке сәйкес келетін сызбаны тауып, есепті шығар. Нұргүл мен Самат қолдан бұйым жасау үшін қарағай бүршіктерін терді. Нұргүл 10 бүршік, ал Самат 8 бүршік терді. Балалар барлығы қанша бүршік жинады? Қалай ойлайсыңдар? Өз нұсқаңды тексер. Берілген есептің ән нұсқасы дұрыс болып табылады. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді жаңғақ жинау арқылы білдірейік. Қосу амалына есептер шығара аламын, әлі де білгім келеді. Білім алушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.